Қос перзентін мүгедек еткен отбасы. Автор Гүлжайна Арман. Алдымен лайк баса кетіңіз. Балжан мен Серік қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғары білімдері жоқ. Ешбір мекемеде жұмыс істемейді. Есігінің алдындағы шағын жерде егіншілікпен айналысып, сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар. Ел қатары етпен емес, сол сиырдың айран сүтімен әжептәуір бір тамақ жасап, асқазандарын алдап күн кешіп келеді. Тұңғышы Ерқанаттың болғанына екеуі де қуанады. Әкесінің қамқоршысы. Өзге балалар секілді ойын қуып, көше кезіп кетпейді. Күнмен жарыса оянып, бақшаға кіріп, шөбін шауып, егіннің бәрін өзі қарайды. Кішкентайы Сабина аздап еркелеу. Әке-шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер, мұны жегім келмейді, анан жегім келеді, деген секілді өмір ештеңеге көңіл толмайды. Анасын әбден мезі еткен. Бар тірлікті Ерқанат істеп жүрген соң, үнемі ұлына көңіл бөліп, қызын бір шетке ысырып қоя береді. Балжан негізінде ісі өнбейді, мылжыңдау әйел. Тынбай еңбектеніп келе жатқандықтан ба, шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егістікке кісі жалдап, ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табыс өздеріне қалса да ақшаның берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқанын есептейтін жанның өзі жоқ. Сараңдығын соншама қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Сабинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдында таңнан қаракешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермек етеді. Мұңдасы, сырласы да сол қуыршақ. Ол қуыршақта жоқшылықты сезгенде оңайлыққа бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Сабина үшін орны бөлек. Кейде ашуланып біреуге өкпелесе, қуыршағын ұрсып лақтырып жібереді. Талай рет лақтырса да байғұс қуыршақ білінген емес. Әдеттегідей ашуланып қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да анасы әлі тамақ дайындай қоймапты. Тоңазытқышты ашып, жүрек жалғар бірдеме іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзінің сүйіп жейтін асы мантыны көріп, анасына жылтып беруін өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке немесе туылған күндері ғана жейді. Бір күн бұрын Ерқанаттың туылған күні болып, соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып қалған, жеуге болмайды. Тағы біраз ойнай тұр. Қарным қатты ашып тұр, өтінем, маған беріңізші. Қызым, болмайды деймін. Бар кәні, ойна, ашуыма тиме. Сабина көзі жасқа толып қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті де жалғыз қуыршағын есік алдында байлаулы тұрған ит шайнап, жыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп анасына жүгіре жылап келді. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп жыртып тастапты. Қараңызшы мынаған, өтініш, оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, әрі кетші, басымды қатырмай, оны тігіп отыратын уақытым жоқ. Анашы, мен енді немен ойнаймын, онда жаңасын сатып алып беріңіз. Ақшам болса алып берер едім, онсыз да ішерге асымызды әрең тауып жүрген жоқпыз ба? Бар кет ары, миымды ашытпай. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші, өтінем. Сен қыз осы неге сөз ұқпайсың? Кетші деген соң кет. Онда мантыны жылтып беріңіз, қарным ашты. Ол манты ашып қалған, итке береміз, қазір тамақ піседі, оған дейін ойнай тұр. Сабина қуыршағын тістелеп тастаған итіне өштесіп, одан кек алып, итті өлтірмек болды. Әкесінің бұрынғы құтырған итті қалай өлтіргенін есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасына шиша бөтелкесін майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майдалап тоңазытқышта тұрған мантылардың арасына салып қойды. Үйдің ішінде дауыстап анасы: Сабина, қызым, бар. Аға мен әкең түскі асқа шақырып кел, деп айқайлады. Сабина жүгіре барып, әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келеді. Әке шешесі ағасы үйде тамақтанып отырғанда, ол сыртта анасының әлгі мантыларды итке бергені күтіп отырды. Анасы шақырса да үйге кірмеді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байғұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп, жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұралақтап аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді. Бісмілласын айтып, қолын тамаққа соза бергенде Сабина айқайлап жіберді. Жоқ, жемеңіз, анашым, ол мантыны ашып кеткені қайда? Оны неге аға мен әкем жеп отыр? Итке береміз дегеніңіз кәне?
Қызым, соған бола сонша айқайлап не көрінді? Сен кішкентай қызсың, тамақты аз жесең не болады? Ал әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр, қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаңды дайындап қойдым. Әке, аға, жоқ, жемеңіздер. Сабина жүгіре барып тәрілкедегі мантыларды жерге аударып тастады. Балжан қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақмақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жалт бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғатылып жатқан ұлын көріп абдырап қалды. Сабина бұрынғысынан да шошып кетті. Балжан мен Серік не болған түсіне алар емес. Балжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар? Айт, жаның барында. Анашым, мен айт деймін саған. Қызы мен дауласып тұрғанда Ерқанат есінен танып құлады. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып өз әрекетін бақылай алмайтындай күйде болатын. Ашу үстінде кішкентай қызды есік алдындағы қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерқанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған атаны қыздарын мүлдем ұмытып кетті. Түні бойы ауруханада болып, таңға жақын үйге келген соң ғана Сабина есіне түсіп, Балжан жүгіре қоймаға барды. Барса қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып, қызын да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жеріне зақым келмеген. Бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған анасы құшағына қысып жылап жіберді. Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені. Кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шеше қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің? Қаншама сұрақ қойса да бірде-бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қыз көздерінен жас тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап отыр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралды. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып қалған жалғыз қуыршағын қолына алып жұлқылап одан әрі жыртып бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақырып тыныштандырды. Қызыма, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның жазығы не? Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішін ауладан бірдеме іздеп Сабина әрі-бері жүгіріп жүрді. Оның ағасын іздеп жүргенін Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеме десеңші, неге сөйлемейсің? Тағы да сол күйі, ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған атаны қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдаған, ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің қызыма ештеңе болған жоқ. Сен қатынға дауа жоқ. Қызды неге қамап кеттің? Ал не болды ал? Қорыққаннан мылқау болды да қалды. Осы ма еді қалағаның? Иә, Сабина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Ерқанат болса мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай әйтеуір күн көріске жетерлік ақша тауып келеді. Қызының не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім болып сыздап ауырады. Өкінеді, күйінеді, бірақ өткенде кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сындықтарын нанға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ма? Қызына көңіл бөлмеген, қуыршағын тігуге жарамай, ол қызын бөліп жарып, бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ма? Қуыршағын тістеп жыртқаны үшін итке кек сақтап оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ма? Кейде қу тірліктің артынан қуып, баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне, көрдіңіз бе? Кішкентай өтіріктің соңы қандай қайғыға душар етті. Егер де анасы сол кезде қуыршағын тігіп жөндеп берсе, байғұс қыз итке өштесіп қалмас па еді. Әкесі қызының психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қызының көзінше жасамаса, қыз да бұл әрекетке бармас па еді. Сұрақ көп. Бірақ ол сұрақтың жауабын тапқан мен енді ештеңе өзгерту мүмкін емес екені айдан анық.
балаңызға бір сәт көңіл бөле жүріңіз. Ал сіздің ойыңызша кім кінәлі?